Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен осындай жаздың аптап ыстығында шөліңізді басатын сусындардың бірі сатылымдағы салқын көженің қарапайым әдіс-тәсілдерін жасалу жолын бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео рецепті ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пастерленген сүтімізді алып бір қайнатып аламыз. Енді осыдан біз қазір қатық жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай 98 градусқа дейін қайнап шықты. Сүтті қалай пастерлеу жолын жоғарыға сілтеме қалдырамын. Енді осыны біз 50 градусқа дейін суытатын боламыз. Сүтіміз 3,2%-дан жоғары болу керек. Міндетті түрде градустарын жанында қарап тұрып салыңыздар, сонда ғана дұрыс шығады. Мінекей қараңыздар, 50 градусқа жеткен кезде ғана мен закваска қолданамын. Закваска ретінде активияны қолдандым. Бірақ сіздер енді бірінші рет қолданғанда ғана активия қолданып, кейін осы айраннан бөліп алып қолдансаңыздар болады. Мен активиядан 2 ас қасық 28 грамм салдым. Мінекей салып алдым да жақсылап араластырамыз. Енді осыны жақсылап орап, 8 сағаттан кейін кәдімгі айранға қарағанда қаймақ сияқты болып шығу керек. Мінекей 8 сағаттан кейін ашамыз. Менде қолдың үсті болғаннан кейін осындай майлылықта болды. Енді осы массадан 250 грамм бөліп алатын боламыз бөлек ыдысқа. Яғни оны біз кейін көжеге қосамыз. Енді бинт, марля болсын, шыт материал болса да болады. Оны ыдысқа қойып, жаңағы қатығымызды осыған салатын боламыз. Қалған бөлігін салатын боламыз. Яғни осы жерін дұрыстап түсініп алыңыздар. Мінекей қараңыздар, барлығын құямыз. Қатығымызды толық құйып болған соң шет-шетін жинап, ілетіндей ілгегін жасап, астына ыдыс қойып, 12 сағатқа қалдырамыз. Бұл бізде дайын болған кезде сузмаға айналады. Сонда қараңыздар, айранға дейінгі өнім бізде қатық, сүзбеге дейінгі өнім бізде сузма болып тұр. Яғни көжеге осы қатық пен сузманы араластырып қосқан кезде өзінің қасиеті бар, ашымай, бұзылмай тұра береді. Негізі 15 күн минимум, ал бір айға дейін холодильникте сақтасаңыздар тұра береді. Енді бізге 300 грамм жүгері, 300 грамм бидай қажет болады. Енді осы екеуін жақсылап жуып, ыдысымызға саламыз. Одан кейін үстінен 3,5 литр су құямыз. Литр су құйып болған соң бір рет қайнағанша қайнатамыз. Одан кейін ең төмен отқа, баяу отқа қойып, бетін жауып 3 сағат бойы пісіреміз. Сонда ғана толық әдемі болып пісетін болады. Баяу отта пісіреміз. Міне қайнады. Енді көбігін алып тастайтын боламыз. Және 3 сағатқа баяу отта бетін жауып қайнатамыз. Мінекей дайын болды. Енді беті толық жабылатын ыдыс қажет бізге. Осыған көжемізді құямыз. Көже толық суыған болу керек. Енді мінекей 12 сағат бойы дайын болған сузма дайын. Барлығын басқа ыдысқа орналастырып аламыз. Енді оған 250 мл қатығымызды құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз, еземіз. Енді біз осы массамызды дайын ыдысымызға құямыз. Енді жақсылап тұрып барлығын араластырып аламыз. Одан кейін біз 3 ас қасық тұз, яғни 36 грамм тұз саламыз. Тұзға келгенде әркімнің талғамы әртүрлі болады. Сол себепті өздеріңіздің дәмін татып көріңіздер. Бірақ 36 грамм норма сияқты. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қайнап суыған су 2,5 литр құямыз. Сұйық қылу үшін 4 литрге дейін құюға болады. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Ішіндегі қатығымыз бен сузмамыз барлығы, тұзымыз ерігенше барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді осыны холодильникке 3 сағатқа салқындатуға қоямыз.
Мінекей достар, көже дайын болды. Құрамындағы дақылдар сіздерге қуат беріп, сұйығы шөліңізді қандырады. Міндетті түрде жасап көріңіздер сіздерде. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.